Қазақ тілі пәні 4-ші сынып, сабақтың тақырыбы мақала жаза аламын. Бүгінгі сабақта мәтін стилін ажыратуды, репортаж алуды үйренесің. Бүгінгі сабақты мына өлең жолдарымен бастағым келеді. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім. Бүгінгі сабақта мәтіннің стильдерімен танысатын боламыз. Мәтін стильдері дегеніміз қаламгердің жазу мәнері, мәтінді оқырманға жеткізу үшін қажетті тілдік тәсілдерді сұрыптап қолдануы, ой түйінін ашу тәсілі. Қазақ әдеби тілінің 5 түрлі стильдік тармақтары қалыптасқан. Білім мен ғылым саласында ғылыми стиль, құқықтық салада ресми іс-қағаздар стилі, әдебиет пен өнерде көркем әдебиет стилі, бұқаралық ақпарат құралдарында публицистикалық стиль, тұрмыстық қарым-қатынаста ауызекі сөйлеу стилі. Осы аталған стильдердің қолданылу аясы бар. Ғылыми стиль ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда, ғылыми оқулықтарда қолданылады. Ресми іс-қағаздар стилі іс-қағаздарда, нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарында қолданылады. Ал публицистикалық стиль газет-журналдарда, жиналыстар мен митингілердегі сөздерде қолданылады. Көркем әдебиет стилі болса, көркем әдеби шығармаларда қолданылады екен. Ал ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Оқулықтарында 51-ші жаттығу бойынша берілген бірдей тақырыпта беріліп тұрған мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Қайсысы ғылыми мәтін, қайсысы көркем мәтін. Жіпсіз байлау. Бір күні бір бай, әй алдар, жіпсіз түйінсіз байлауға бола ма, дейді алдарға. Байеке, күте тұрыңыз, мен мына үйге кіріп шығайын, сонан соң айтармын, деді алдар. Бай далада сарылып, әрі тұрады, бері тұрады, алдар үйден шықпай қояды. Күте тұрыңыздың аяғы жіпсіз байлау екен ғой, деп өкінеді бай сонда. Екінші мәтін Алдар көсе. Алдар көсе қазақ ауыз әдебиетіндегі халық арасына көп тараған ұнамды, күлдіргі кейіпкер. Әр кезде өмір сүрген ақылды да айлакер, тура да тапқыр, жарлы Жақыбайдың қамын жеген әділ адамның жиынтық бейнесі. Ол бірде жұмыртқадан жүн қырыққан, дүние қоңыз шық бермес Шығайбайдың басын шыр айналдырса, бірде тиыннан теңге құраған саудагердің өзін мұзға отырғызып кетеді. Халық пасық, надан байларға, суайт саудагерлерге өз өкілі Алдар көсені қарсы қояды. Сөйтіп, ел өз көзқарасын, тілегін Алдар көсе арқылы танытып отырған. Осы аталған екі мәтінді салыстыр. Өзіңді тексер. Яғни жіпсіз байлау мәтіні көркем мәтін болса, Алдар көсе мәтіні ғылыми мәтін екен. Жарайсыңдар. Репортаж оқиға орнына жедел әрі көркем етіп берілетін хабарлау, баяндау сипатындағы жанр. Мұнда тілші мәліметті оқиға орнына алады. Алған репортажды сыныптың қабырға газетіне, балалар журналына немесе балаларға арналған сайтқа жариялануға болады. Жарнамадағы хабарландыруда оқып, қайда баратыныңды ойланып шеш. Сен үшін қайсысы қызықты?
Жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа енді кері байланыс беріп көрейік. Ойды аяқта. Бүгін мен білдім. Бүгін маған қиындық тудырды. Мен үйрендім және менің қолымнан орындау келді. Сабақ аяқталды.